Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің тақырыбымыз романтикалық үлгідегі көйлектің иық бөлігіне модельдеу жасау. Романтикалық стильдің тарихы 19 ғасырдың басында Еуропада эмоцияға, даралыққа және сөз бостандығына бейімділігімен сипатталған және де романтизм кезеңінен тамыр алады. Романтикалық стиль нәзіктік пен әсемдікті, әйелге тән жұмсақтықты айқындайтын сән бағыты. Бұл үлгі көбіне гүлді өрнектер, жеңіл маталар және нәзік түстермен ерекшеленеді. Романтикалық стильде қолданылатын маталар шифон, жібек, органза, батист, барби, фатин және де жеңіл маталар қолданылады. Ал фасондарына келсек, жеңіл, денеге жабыспайтын, толқынды, кең белді, бүрмелі етектер қолданылады. Романтикалық стильдегі көйлектердің бүкпелері сағат циклында өзгертуге болады. Көйлектің бүкпесі иықтан және де белден көкіректің ұшына қарай бағытталады. Міне экранда көріп тұрғандарыңыздай, сағат циклы дегеніміз оң жақтан солға қарай, сол жақтан оңға қарай дөңгеленіп өзгертуге болады. Мысалы, көкіректен жоғарыға қарай, оңға қарай, төменнен және де солға қарай. Бұны өзіңіз дөңгелетіп, қалауыңызға қарай өзгерте аласыз. Қазір біз тапсырма бойынша кеудеге қаратылған бүкпенің модельдеуін шығаратын боламыз. Өткен сабақта өтілген киіміміздің базалық лейкалынан біз осындай дәптер қағаздың парағынан базалық лейкалды қырқып аламыз. Бұл жерде дәптердің қағазы болуы мүмкін, миллиметровый қағаз немесе түрлі түсті қағаздан пайдалануға болады. Енді жаңағы бірінші көрсетілген модельді шығару үшін біз бойды бұрыш етіп қырқып аламыз. Яғни киімнің фасоны бойынша көйлектің алды үшбұрыш. Осы жерден біз қырқып аламыз. Енді есеп бойынша алдыңғы бойды екі рет бірдей ара қашықтықта есептеп аламыз. Мысалы 3 сантиметрден беруге болады. Енді осы кеуде тұсынан иық тұсына да тура сондай ара қашықтықты береміз. Және де 3-ке бөліп аламыз. Иық бөлікті біз 3-ке бөліп аламыз. Енді бізде бел тұсынан выточканы жабу үшін біз 4-ші сызығымызды кесіп, соңына дейін кеспейміз, 1 мм қалдырамыз және де оны ашамыз. Сонда бізде белдің бүкпесі жабылады. Бұл белдің бүкпесін жабу міндетті. Егер белдің бүкпесін жаппасақ, бізде қолтықтан складка бере алмаймыз. Енді бірінші, екінші, үшінші және де төртінші бөліктерді бірдей ара қашықтықта кесіп алғаннан кейін біздің складкаларымызды ашып аламыз. Складкаларымызды ашып, басқа параққа қойып, қағаз клей арқылы осы бөліктерді жақсылап жабыстырып шығарамыз. Енді мына жақта әрбір бұрыштар қырқылғаннан кейін тағы да мына жақтан 2 сантиметрге дейін үш бұрышты артықтау етіп беріп шығамыз. Міне экранда көрсетілгендей сызып шығарып аламыз. Енді дайын болған моделированиямызды есебін шығарып болып, жақсылап жан жақтарын қырқып, қолтық бөліктерін, иық бөліктерін, бел бөліктерін жақсылап әдемілеп қырқып аламыз. Енді бұл бөліктерімізді бір-біріне складкалерін жасап, киіміміздің складкалерін дайындаймыз. Тапсырма: киімнің екі бөлігін қағазда модельдеу жасап, тапсырманы Smart Nation'де жүктейміз.